Айтқан Гүлзат Сенбайқызы. Менде ең қуанышты сәт болатын. Және де бүгін біз бәріміз сөйлесіп отырдық. Және менің құрбым Анна келді де, мынаны қараңдар, менде онлайн желісінде не тауып алғанымды деді. Және де ол керемет, біз үлкен жігіттермен жүре аламыз деді. Және мен қарадым, ол жерде бірақ 18+ деп тұр ғой дедім. 13+ деп тұрған жоқ. Бұл бәрібір емес пе? Біз үлкен жігітпен жүреміз. Біз әлі жұлдыз боламыз деді. Не? Ойбай, бізді біреу ұстап алмасын деді. Мен, біз атақты жұлдыз болатын боламыз дедім. Сен көресің, біз үлкен жігітпен жүреміз. Және де өте керемет болады. Мен ойландым да жақсы дедім. Бұл өте керемет уақыт болады деді. Біз үлкен жігітпен жүреміз, келістік деді. Біз бір жігітке суретімізді салып жібердік. Және де біздің атымызды Ревакар деп қойдық. Неше ай өтті, және біздің неше түрлі жігіттер жазды. Және біз соның ішіндегі Керлис деген жігітті таңдадық. Ол 18 жасқа толған еді. Және де мен өз-өзімді бір түрлі ұстадым. Біз қуандық, үлкен жігітпен жүреміз, алақай деді. Екеуміз күні бойы сөйлескен едік. Мен қалай, неге ватсын, жүрейік, кездесейік деп жаза бердім. Ол бір күні маған кел кездесейік деп жазды. Мен қорықтым. Бірақ соның ішінде ол бізге кел кездесейік деп жазды. Ал мен жарайды деді жаздым. Ал мен келдім. Сен шындысың ба? Ол 18 жаста, бізден үлкен, біз 13 жастамыз ғой дедім. Қалай ол бізді біліп қойса, ол қатты ашуланып айтылады ғой. Және менің досым Анна оған тез арада жоқ, мен келе алмаймын деп жазды. Кел, өтініш кел деп ол жаза берді. Келмесең үйіңе полициямен өзім барамын деді. Бір күні оның үйінің қасынан өтіп бара жатсам, полициялар келіп тұрды. Мен не болды екен деп ойладым. Қасына жүгіріп бардым. Анна, маған не болды дегенде, ол мені полициямен үйіне келем деді. Мен жоқ, келме деген сайын ол келем полициямен деді. Сен жындысың ба, айттым ғой, оған бармай қайтып. Мен анама қысылып тұрып айттым. Не? Ол солайсыздар ма деді. Және мен телефонсыз, планшетсіз қалдырды. Өзіме де сол керек десейші. Достар, егер видео ұнаса, лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер.